Сәлем достар. Осыдан 2 күн бұрын Тылсым дүние арнасында жалпы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ханкөл ауылында болған оқиға туралы бірін естіп, бірін көрген шығарсыздар. Бұл кезде, яғни жүргізушілер және ауыл тұрғындары, фура айдаушылардың аудиозапистері болатын. Енді бүгін екінші бөлімін шығаруға тура келді. Өйткені тағы да әлеуметтік желіге көптеген аудиозапистер келіп жатыр екен, және видеолары бар, фотолары бар. Енді құрметті көрермендер, жаңадан келген көрермендер болса, Тылсым дүние арнасына жазылыңыздар. Қызықтың бәрі осында. Сосын айтайын дегенім, енді бұл сену, сенбеу өз еркілеріңіз, бірақ қазіргі таңда осы ауылда осындай жағдайлар орын алып жатыр. Оны ешкімнен жасыра алмаймыз. Сосын осындай жағдай орын алып жатқасын біз сіздерге ұсынуға жөн көрдік. Ендеше аудиозапистерді тыңдайық, содан кейін барып ар жағын көреміз. Танцевали кеше осыны естіп едім, ауылдан мамаға звондасам, кәдімгі страшно дейді. Кәдімгіде не дейді, проблема дейді целая. Еще ана күйеуінің дауысымен шақырады дейді арт жаққа. Арт жаққа еще келеді дейді, кәдімгі дейді. Абай барған ғой, барып, малда жоқ, байда жоқ дейді. Байының дауысымен бірақ шақырған. Әйелін аттатып. Келмей айқай шу дейді. Мама да айтады, ойбай біздің жаққа келмеңдер, страшно болып жатыр деп. Сол трассадан садақа берген ғой, сол енді ауылдың ішіне кіріп кеткен, үйлерге кіреді, музыка қосып қояды, телевизор қосып қояды, свет бәрін қосып қояды дейді. Таңертең барса ешкім жоқ, үйлері вообще қалада жүреді дейді үйші. Страшно? Мына Қаратөбе дегенде жүгірдім ғой, Жын Шайтан деген. Сестра айтады да, шын дейді, ауылында совсем берекетті кетіп жатыр дейді. Ауылдың шетіне шығу кешке таман невозможно дейді. Мәшен бұлай жүру түнде бос үйлерді салдырлатып айналана. Музыка қосып қойып түнімен айқайлап, совсем берекетті кетіп жатыр дейді. Шын ол болып жатыр дейді ауылда, Қаратөбенің Ханкөлінде. Бақтияр, қалдер қалай? Осы шын ба жоқ па айтшы маған, мен соны бірінші едім, действительно да? Что-то шулап жатыр ғой адамдар сөйтіп. Олардың кісілері әкімге арыз жазған, солай жүргізбей жатыр деп, содан әкімдер барып садақа жасап Құран оқытып келіпті. Шет жақтағы үйлердің терезесін қағады дейді. Бос үйлерге кіріп кетеді дейді. Жолда жүргізбейді дейді. Алар Қаратөбенің Ханкөліндегі арida тұрған қыз бала, таяқ ұстап тұрған кемпір. Ханкөлден Қаратөбе Зегендігөлдің жолында жүретіндер түнде. КамАЗдың шопырына көрінген, бір жас балаға көрінген, КамАЗдың шопыры Қызылордадан екен. Еліне барып қайтыпты. Кеше ана жас бала рөлге жабысқан, қыз жабысқан. Ода қайты деп естіп жатырмыз, кеше сол жайында әңгіме болған. Қызылорданың жігіттің арқасын тырнап алған дейміз, сол еліне барып қайтыпты. Брат, ассалаумалейкум. Брат, естідім мен ол нені. Мен бірақ енді өзім көрген жоқпын, просто мен Қабдада стоянка тұрғанда, в общем, Өзбекстанның фуралар келіп, солар айтып келді. Рация пышылдады, анау-мынау, в общем, рацияны айып тастадық деп. Енді өзбекше айтып жатыр да, мен түсінбедім. Соны жаңағыдай рация метод тұрған, естіп қалдым. В общем, сол фурлыға нападение жасап жатыр деп, сондай бар деп. Бірақ мен ол жерден өтіп кеттім ол кезде. Білмеймін енді. Сол ана Орал қаласының берге шыққанда, Ақтөбе Мейкортада шамада айтып жатыр ғой. Осы груз Алматыға дейін, содан кейін қарай груз бар. В общем, Оралға. Оралдан неше көрем енді, қалай болады екен жолда. Солай көбінде қорықпаймын мен негізі. Бірақ енді балдар айтып жатыр ғой енді.